Қайырлы кеш, кішкентай достар. Сіздер қазақтың көне аңыздар мен батырлар әлеміне қош келдіңіздер. Бүгін біз бірге Қобыланды батыр, Ер Тарғын, Қамбар батыр және Қорқыт ата туралы тыныш әрі қызықты әңгімелерді тыңдаймыз. Жайлы жатып көзіңізді жұмып, кең далаға сапар шеккендей елестетіңіз. Жел баяу соғып, жұлдыздар аспанды жарыққа бөлеп тұр. Қобыланды батыр. Ертеде кең байтақ қазақ даласы шексіз көкжиекке дейін созылып жатқан заманда адамдар табиғатпен үндес өмір сүріпті. Таң атқанда дала алтын түске боялып, кеш түскенде аспанда сансыз жұлдыз көмкеретін. Сол заманда ел ішінде батырлығы мен әділдігі туралы аңызға айналған бір ер дүниеге келеді. Оның есімі Қобыланды батыр еді. Қобыланды бала кезінен өзгеше болып өседі. Басқа балалар ойын қуып жүргенде, ол дала тынысын тыңдағанды жақсы көретін. Желдің бағытын, ат тұяғының дыбысын алыстан сезетін. Анасы оның сабырлы мінезіне қарап, бұл бала бір күні ел қорғайтын азамат болады деп жиі айтатын. Жылдар өтіп Қобыланды ер жетеді. Иығы кең, жүзі байсалды, көзі терең ойлы жігітке айналады. Бірақ оның басты күші білегінде емес, жүрегінде еді. Ол әрдайым әлсізге көмектесіп, әділетсіздікке қарсы тұратын. Далада тыныш өмір сүріп жатқан елге бір күні суық хабар жетеді. Алыстан жау көрінді деген сөз тарайды. Ауыл ақсақалдары жиналып кеңес құрады. Халықтың көңілі алаң, аналардың жүрегі қобалжулы еді. Сол кезде Қобыланды орнынан тұрып, ел тыныштығы бәрінен қымбат. Егер жерімізге қауіп төнсе, оны қорғау біздің борышымыз дейді. Ол өзінің сенімді тұлпары Тайбурылды ерттейді. Тайбурыл жай жылқы емес еді. Оның тұяғы жерге тиген сайын дала жаңғырып тұрғандай болатын. Ат пен батыр бір-бірін сөзсіз түсінетін. Таң алдында Қобыланды жолға шығады. Аспан әлі қара көк түсті, жұлдыздар баяу сөне бастаған шақ еді. Жел жұмсақ соғып, кең дала тыныштыққа бөленген. Жол ұзақ болды. Батыр күндіз шапты, түнде демалды. Кейде ол аспанға қарап, жұлдыздардың қозғалысын бақылап, ойға шоматын. Далада жалғыз жүрген сәттерде адам өз жүрегінің үнін анық еститіндей еді. Bir күні ол биік төбеге шығып, алыстан шаң көтерілгенін көреді. Бұл жау әскері болатын. Бірақ Қобыланды асықпады. Ол алдымен жағдайды бақылап, дұрыс сәтті күтті. Себебі шынайы батыр күшпен ғана емес, ақылмен де жеңетінін білетін. Шайқас күні аспан бұлттанып, жел күшейе түсті. Табиғаттың өзі үлкен оқиғаны сезгендей еді. Қобыланды Тайбурылмен бірге алға шыққанда, оның жүрегі тыныш болатын. Ол ашумен емес, елін қорғау ниетімен келген еді. Ұрыс басталады. Ат тұяғының дүбірі, қару дыбысы далаға тарайды. Бірақ Қобыланды әр қимылын сабырмен жасайды. Оның батылдығы жауға қорқыныш, ал еліне үміт сыйлайды. Ұзақ шайқастан кейін жау шегінеді. Дала қайтадан тынышталады. Жел баяу соғып, шаң басылады. Қобыланды жеңісті даңқ үшін емес, халық амандығы үшін қабылдайды. Елге қайтқан кезде адамдар оны қуанышпен қарсы алады. Балалар батырға таңырқай қарап, қариялар бата береді. Бірақ Қобыланды өзін өзгеден жоғары санамады. Ол тек өз міндетін орындадым деп ойлады. Уақыт өте келе дала қайтадан бейбіт өмірге оралады. Мал өріске шығып, адамдар күнделікті тіршілігін жалғастырады. Ал батыр кешкі уақытта жалғыз отырып, желдің үнін тыңдағанды ұнататын. Себебі тыныштық нағыз жеңістің белгісі еді. Түн түсіп, аспанда ай көтерілгенде, дала ерекше әсем көрінетін. Сол сәттерде қариялар жастарға Қобыланды батыр туралы әңгімелер айтып беретін. Оның ерлігі тек шайқаста емес, әділдігі мен сабырында екенін түсіндіретін. Жылдар өтті. Ұрпақтар ауысты. Бірақ батыр туралы жырлар ұмытылмады.
Әр буын бұл әңгімені қайта айтып батырдың рухын жүрегінде сақтады. Айлы түнде далада жел ескенде кей адамдар ат тұяғының алыстан естілгендей сезінеді. Бұл халық жадында қалған батырдың ізі сияқты. Сол себепті Қобыланды батырдың есімі уақыт өткен сайын өшпей, керісінше аңызға айналды. Оның ерлігі адамдарға батыл болуды, әділдікті сақтауды және елін сүюді үйретті. Ал бүгін түн тынышталған кезде біз сол көне әңгімені қайта еске аламыз. Жел баяу соғып, жұлдыздар аспанды жарыққа бөлеп тұр. Дала баяғыдай кең әрі сабырлы. Егер мұқият тыңдасаңыз, осы тыныштықтың ішінде батырдың рухы әлі де өмір сүріп тұрғандай сезіледі. Ер тарғын. Ерте заманда кең дала мен көгілдір аспан астында көшпелі ел бейбіт өмір сүріп жатқан уақытта бір жас жігіттің аты ел ішінде жиі айтыла бастайды. Оның есімі Ер Тарғын еді. Тарғын бала кезінен өзгеше болатын. Ол күшін көрсетуді ұнатпайтын, керісінше көп ойланып, табиғатты бақылағанды жақсы көретін. Таң атқанда өзен жағасына барып, судың баяу ағысын ұзақ қарап отыратын. Оның айтуынша, су адамға сабыр үйретеді. Жігіт есейген сайын оның мінезі де қалыптаса түсті. Ол асығыс шешім қабылдамайтын, әр істің мәнін түсінуге тырысатын. Ел ішіндегі үлкендер, бұл жігіттің жүрегі тыныш, сондықтан жолы да ерекше болады дейтін. Бір жылы далада ұзақ құрғақшылық басталады. Жер қурап, малға жайылым азаяды. Адамдар жаңа қоныс іздеуге мәжбүр болады. Сол кезде Ер Тарғын ел ақсақалдарына жол бастап, жаңа мекен табуға көмектесуді ұсынады. Осылайша оның ұзақ сапары басталады. Тарғын жалғыз емес еді, жанында сенімді аты бар болатын. Аттың жүрісі бір қалыпты, тынысы сабырлы еді. Олар күн сайын жаңа жерлерді басып өтеді. Кейде шексіз жазық, кейде жоталы таулар, кейде өзен мен көлдер кезетін. Түн түскенде ол от жағып аспанға қарайтын. Жұлдыздардың қозғалысына қарап, ертеңгі бағытты анықтайтын. Осындай тыныш сәттерде ол адамның өмір жолы да дала жолындай ұзақ екенін ойлайтын. Бір күні Тарғын алыстан үлкен орданы көреді. Бұл басқа елдің қонысы еді. Ол бөгде жерге құрметпен кіріп, адамдармен бейбіт сөйлеседі. Оның сабырлы мінезі мен әділ сөзі жұртқа бірден ұнайды. Сол елдің билеушісі жас жігіттің ақылдылығын байқап, «Сен тек батыр емес, ойлы адам екенсің» дейді. Тарғын біраз уақыт сол жерде қалып, адамдарға түрлі істерде көмектеседі. Ол күш көрсетуден гөрі дауларды шешіп, адамдарды татуластыруға көбірек күш жұмсайды. Сол себепті халық оны ерекше құрметтей бастайды. Бірақ оның жүрегі туған даласын сағынатын. Бір кеште ай жарығы төгіліп тұрған кезде, ол жолға қайта шығуға шешім қабылдайды. Жол үстінде ол түрлі адамдарды кездестіреді. Шаршаған жолаушыларды, бағытынан адасқан көштерді. Әр кездесуде Тарғын көмек көрсетіп, ештеңе сұрамай кете беретін. Уақыт өте келе оның аты батыр ретінде емес, әділ жолаушы ретінде тарай бастайды. Бір күні ол биік жартастың үстіне шығып, алысқа көз салады. Сол сәтте туған даласының кеңдігін еске алып, адамның шынайы күші жүрегіндегі тыныштық екенін түсінеді. Көп ұзамай ол өз еліне қайта оралады. Адамдар оны қуанышпен қарсы алады. Бірақ Тарғын бұрынғыдай тыныш қалпында еді. Ол ұзақ сапардың адамды өзгертетінін түсінген болатын. Ел жаңа қонысқа көшіп, өмір қайта жанданады. Жер құнарланып, мал көбейеді. Адамдар бейбіт тіршілікке оралады. Кешкі уақытта жастар оның айналасына жиналып, сапар туралы сұрайтын. Бірақ Ер Тарғын шайқастар туралы емес, жолда көрген тыныш сәттер туралы айтатын. Адам ең ұзақ жолды сыртта емес, өз жүрегінің ішінде жүреді дейтін ол. Жылдар өтті. Оның есімі ерлікпен ғана емес, даналықпен де есте қалды. Адамдар батырлық тек қылыш ұстап соғысу емес, кейде сабыр сақтау екенін түсінді. Айлы түндерде, дала тыныштыққа бөленгенде, қариялар Ер Тарғын туралы әңгіме айтатын. Олар оның күшінен бұрын,
байсалды мінезін үлгі ететін. Жел баяу соғып, шөп сыбдыры естілгенде, сол әңгімелер далаға таралғандай болатын. Сол себепті ер тарғынның аты уақыт өте келе жырға айналды. Оның өмірі адамдарға жол табуды, сабыр сақтауды және бейбітшіліктің қадірін түсінуді үйретті. Ал бүгін түн тынышталған шақта біз сол көне әңгімені қайта еске аламыз. Аспанда жұлдыздар жарқырап тұр, ал кең дала баяу тыныс алғандай. Егер мұқият тыңдасаңыз, желдің үнінен алыстағы жолаушының ат тұяғы естілгендей болады. Бұл жолын іздеген батырдың ізі секілді. Қамбар батыр. Ерте заманда кең далада көшпелі ел бейбіт тіршілік кешіп жатқан уақытта қарапайым бір жігіт өмір сүріпті. Оның есімі Қамбар еді. Ол атақты әулеттен шықпаған, байлығы да болмаған. Бірақ ел ішінде оның адалдығы мен еңбекқорлығы туралы жиі айтылатын. Қамбар таң атпай оянып, мал бағып, күн ұзақ еңбек ететін. Ол үшін байлық, тыныш өмір мен ел амандығы еді. Басқалар батыр болуды армандаса, Қамбар тек өз еңбегімен халыққа пайда тигізуді ойлайтын. Дала өмірі бір қалыпты өтіп жатқанымен, адамдардың жүрегінде әрдайым үміт пен арман болатын. Сол елде сұлу әрі ақылды Назым атты қыз өмір сүрді. Ол тек көркімен емес, сабырлы мінезімен де жұртқа сыйлы еді. Көптеген бай жігіттер оның қолын сұрағанымен, қыз жүрегі шынайы жанды күтетіндей болатын. Бір күні ауыл адамдары үлкен тойға жиналады. Сол жерде Қамбар да келеді. Ол сәнді киінбесе де, өзін қарапайым ұстап, үлкендерге құрмет көрсетеді. Назым оның сабырлы көзқарасын байқап, алғаш рет көңіл бөледі. Уақыт өте келе елге қиындық туады. Малға қауіп төніп, жайылымға бөгде адамдар көз тігеді. Ауыл тұрғындары алаңдай бастайды. Сол кезде Қамбар елді қорғау үшін алға шығады. Бірақ ол айқайлап немесе күш көрсетіп емес, алдымен адамдарды біріктіруге тырысады. Ол әр адамға міндет бөліп, ауылды бірге қорғаудың жолын ұсынады. Түн тыныш еді. Ай жарығы далаға күміс сәуле шашып тұрған. Қамбар күзетте отырып алысқа көз тастайды. Желдің сыбдыры мен шөптің баяу қозғалысы ғана естіледі. Сол сәтте ол батырлықтың мәні туралы ойлайды. Батыр болу тек шайқасу емес, адамдарға сенім беру екенін түсінеді. Көп ұзамай қауіп сейіліп, ел аман қалады. Адамдар Қамбардың ақылы мен сабырын жоғары бағалайды. Ол ешқашан өзін батырмын деп айтпаса да, халық оны солай атай бастайды. Назым да оның жүрегінің тазалығын көріп, Қамбарға құрметпен қарайды. Олардың әңгімелері көбіне тыныш кештерде, жұлдызды аспан астында өтетін. Олар болашақ туралы емес, елдің амандығы жайлы сөйлесетін. Жылдар өте келе Қамбар ел ішінде тірек адамға айналады. Даулы мәселелер туғанда адамдар оның кеңесіне жүгінетін. Себебі ол ешқашан асығыс шешім қабылдамайтын. Күздің бір кешінде дала ерекше тыныш болды. Аспанда ай баяу көтеріліп, жел әлсіз ғана соғып тұрды. Сол кеште қариялар жастарға Қамбар батыр туралы әңгіме айтып отырды. Олар оның күші қолында емес, жүрегінде болғанын айтатын. Уақыт өткен сайын Қамбар туралы әңгімелер аңызға айналды. Бірақ бұл аңыздарда үлкен шайқастардан гөрі адамның адалдығы мен сабыры көбірек айтылатын. Себебі кейде ең үлкен ерлік тыныштықты сақтау. Түн тереңдеген сайын далада тыныштала түседі. Жұлдыздар баяу жанып, алыстағы иттердің үні ғана естіледі. Осындай сәттерде адамдар Қамбар батырдың өмірі туралы ойлап, жүректеріне тыныштық табатын. Сол себепті оның есімі халық жадында батыр ретінде ғана емес, мейірімді жан ретінде сақталып қалды. Ал бүгін біз сол көне әңгімені еске алып отырмыз. Дала баяу тыныс алып тұрғандай. Жел сыбдыры ертедегі уақыттың үнін жеткізгендей. Егер мұқият тыңдасаңыз, сол тыныштықтың ішінде еңбекқор батырдың сабырлы ізі сезілетіндей. Қорқыт ата. Ежелгі заманда Сырдария өзенінің бойында кең дала мен терең ойға толы уақыттар болған деседі.
Сол кезеңде ерекше бір адам өмір сүріпті. Оның есімі Қорқыт ата. Қорқыт өзгелерге ұқсамайтын. Ол бала кезінен айналасындағы дүниеге терең мән беретін. Басқа балалар ойын қуып жүргенде, ол желдің үнін тыңдап, судың ағысын ұзақ бақылап отыратын. Анасы кейде, «Неге үнсіз отырсың?» деп сұрағанда Қорқыт жай ғана, «Дүние сөйлеп тұр, тек тыңдай білу керек» дейтін. Жылдар өте келе ол ел ішінде ақылды, сабырлы адам ретінде танылады. Адамдар қиындыққа тап болғанда Қорқыттан кеңес сұрайтын. Ол ешқашан асығыс жауап бермейтін, алдымен ұзақ ойланып алатын. Бір күні ол түс көреді. Түсінде шексіз дала бос қалғандай көрінеді. Жел соғып тұр, бірақ ешбір адамның ізі жоқ. Оянған соң оның жүрегінде ерекше ой пайда болады, өмірдің өткіншілігі туралы ой. Сол күннен бастап Қорқыт көп саяхаттай бастайды. Ол өзен жағалап, таулар асып, алыс қоныстарға барады. Әр жерде адамдармен сөйлесіп, олардың өмірін бақылайды. Кейбіреуі бай, кейбіреуі кедей, бірақ бәрінің жүзінде бірдей алаң бар екенін байқайды. Түнде ол аспанға қарап ұзақ отыратын. Жұлдыздар өзгермейді, ал адамдардың өмірі үнемі қозғалыста екенін ойлайтын. Бір күні Сырдария жағасына келіп тоқтайды. Өзен баяу ағып жатыр. Су бетінде ай сәулесі тербеліп тұрды. Сол тыныш сәтте Қорқыт жүрегіндегі ойды әуенге айналдырғысы келеді. Ол ағаштан қобыз жасап шығарады. Қобыздың алғашқы үні далаға тарағанда жел де баяулай түскендей болады. Әуен мұңды емес, керісінше тыныштық сыйлайтын еді. Адамдар алыстан келіп сол әуенді тыңдай бастайды. Қорқыт қобызды тартқанда адамдар уақытты ұмытып кететін. Кейбіреулер көзін жұмып тыңдап, жүрегі жеңілдеп қалғанын сезетін. Ол ешкімге батырлық туралы айтпайтын. Оның ойынша, адамның ең үлкен жеңісі өз жүрегіндегі қорқынышты жеңу. Күндер өте береді. Қорқыт өзен бойында қалып, адамдарға әуен арқылы жұбаныш сыйлайды. Жолаушылар оның қасына келіп демалып, қайтадан жолға шығатын. Бір қария одан, «Сен не іздеп жүрсің?» деп сұрайды. Қорқыт біраз үнсіз қалып, «Мен уақытты тоқтата алмайтынымды түсіндім. Бірақ адам жүрегіне тыныштық сыйлауға болады» дейді. Сол сөз ел ішінде тез тарайды. Адамдар Қорқытты батыр деп емес, рухани ұстаз деп қабылдай бастайды. Оның қасында отырған кезде адамдар өз ойларынан тыныштық табатын. Кешкі уақытта өзен үстінен тұман көтеріліп, айнала жұмсақ үнге толатын. Қобыздың дыбысы су бетімен бірге алыстарға жететіндей еді. Айлы түндерде дала ерекше тыныш болатын. Қорқыт қобызын баяу тартып отырғанда, табиғаттың өзі тыңдап тұрғандай сезілетін. Жылдар өтті. Бірақ оның әуені халық жадында сақталып қалды. Адамдар қиын сәтте қобыз үнін еске алып сабыр табатын. Содан бері қазақ даласында қобыз үні ерекше қасиетті саналады. Ол тек музыка емес, тыныштықтың үні деп қабылданады. Бүгінде түн тынышталған кезде, жел баяу соғып тұрған сәтте, кей адамдар алыстан қобыз дыбысын естігендей болады. Бұл уақыттан асып кеткен әуеннің ізі секілді. Ал біз сол көне аңызды еске алып отырмыз. Аспанда жұлдыздар жарқырап, өзен баяу ағып жатыр. Дала бұрынғыдай кең әрі сабырлы. Егер көзді жұмып тыңдасаңыз, осы тыныштықтың ішінде Қорқыт атаның әуені әлі де жалғасып жатқандай сезіледі. Қайырлы түн.